Мен Машықкер Кеспаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 4-ші сыныпқа арналған өзін-өзі тану сабағы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде өзін-өзі тану сабағы. Балалар, 5 құндылықты рет-ретімен атап өтейік. 1-ші ақиқат, 2-ші сүйіспеншілік, 3-ші дұрыс әрекет, 4-ші ішкі тыныштық, 5-ші қиянат жасамау. Ал енді 5-ті ережесін есімізге түсірейік. 1-ші тәртіп, 2-ші талап, 3-ші тыныштық, 4-ші тазалық, 5-ші татулық. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақта ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, оқып білуге талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, күнімізді татулықпен өткізейік. Балалар, сендерге үй тапсырмасына оқулықтың 94-ші бетіндегі Сейілғазы Әбдікәрімовтың өрт әңгімесін ата-анамен бірге оқып келуге берілген еді. Барлығымыз дұрыстап оқып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін біз түрлі түсті қарындаштар әдісін қолданайық. Мен сендерге қарындаштар таратамын. Кімге қызыл қарындаш түссе, сол оқушы үй тапсырмасын айтып бастайды. Келесі қызыл қарындаш түскен оқушы жалғастырады. Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Енді әңгімеге талдау жүргізейік. Әңгіме не жайлы? Жарайсыңдар. Мақсұттың бұл іс-әрекетінің себебі неде? Жақсы, ойланып жауап береміз. Батылдық қандай жағдайларда көрініс береді? Келесі сұрақ. Мақсұттың іс-әрекетінен қандай үлгі алуға болады? Қалай ойлайсыңдар? Батыл адамның бойында қандай қасиеттер болуы керек? Және соңғы сұрақ. Өзіңнің батылдық танытқан кезің болды ма? Қалайша? Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Әр адам Мақсұттан үлгі алса болады. Себебі ол батылдық, өжеттік, табандылық қасиеттеріне бай. Дұрыс әрекет жасау арқылы кішкентай сәбиді өрттен аман-есен алып шықты. Біз де бойымызға осы қасиеттерді сіңірейік. Сонымен, балалар, біз бұл әңгімеден қандай құндылықты байқадық? Дұрыс айтасыңдар. Дұрыс әрекет құндылығын байқадық. Бүгінгі өтетін батылдық пен табандылық атты тақырыбымыз дұрыс әрекет құндылығымен байланысты. Бүгінгі сабақта біздің мақсатымыз дұрыс әрекет құндылығын меңгеруіміз арқылы өжеттілік, табандылық пен батылдық қасиеттерін бойымызға сіңіру. Балалар, барлығымыз тақтада ілулі тұрған дәйек сөзге назар аударайық. Біздің бүгінгі дәйек сөзіміз Бауыржан Момышұлының ержүректілік пен батылдық жүректен шығуға тиіс. Осы дәйек сөзді барлығымыз бірге оқиық. 1, 2, 3. Ержүректілік пен батылдық жүректен шығуға тиіс. Жарайсыңдар. Ал енді тек ұлдар оқиды. 1, 2, 3. Өте керемет. Ал енді қыздар оқиды. 1, 2, 3. Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Балалар, сендер бұл дәйек сөзді қалай түсінесіңдер? Жарайсыңдар, ал батылдық деген ұғымды қалай түсінесіңдер? Өте керемет. Ал ержүректілік деген ұғымды қалай түсінесіңдер? Жарайсыңдар, балалар. Адамның ержүректілік, батылдық қасиеттері жүректен шығуы тиіс. Сонда оның жасаған дұрыс әрекеттері де жүрекпен жасалады. Балалар, менің сендерге шағын сыйым бар. Қойшы қаһарман ертегісі. Ал енді осы ертегіні талдайық. Әңгіме не жайлы? Қаһарманның ержүрек батырлығы қандай іс-әрекетінен байқадыңыздар?
өздеріңіздің батылдық, өжеттік көрсеткен кездеріңіз болды ма? Жарайсыңдар. Дұрыс әрекет арқылы ата-анамызға, достарымыз бен туыстарымызға көмегімізді көрсетуіміз керек. Әр істі табандылық, өжеттілік, батылдықпен орындау керек. Әрі қарай шығармашылық іс-әрекетке көшейік. Бірінші топқа тапсырма. Кітапта берілген әңгімені оқып, батыл адам қандай болу керектігі туралы ойланып, өз ойларыңды түйіндеңдер. Екінші топқа тапсырма. Жұмбақты шешіңдер, олардың батылдығы туралы әңгіме құрастырыңдар. Үшінші топқа тапсырма. Берілген сөйлемді өз ойларыңмен жалғастырыңдар. Берілген тапсырмалар арқылы сендер батыл болу, ержүректілік, дұрыс әрекет жайлы білімдеріңді арта түсесіңдер. Осы қасиеттерді өмірде де қолдана білейік. Балалар, енді бәріміз бірге жас дәуірдің гүліміз әнін шырқайық. Өлеңін жазған Ермек Өтетілеуов, әнін жазған Ибрагим Нүсіпбаев. Жарайсыңдар балалар. Үй тапсырмасына оқулықтағы 98-100 бетіндегі табанды бала аңыз әңгімесін ата-аналармен бірге оқып мазмұндап келеміз. Көзімізді жұмып еркін жайғасайық. Бүгінгі сабағымызды, дәйек сөзімізді есімізге түсірейік. Ішімізден қайталайық. Табандылық, батылдық, өжеттілік, дұрыс әрекет құндылығы екенін түсіндіңдер. Және адам бойындағы ең асыл қасиет екенін түсіндіңдер. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп алайық. Ақырында көзімізді ашуға болады. Оқушылар, бүгінгі сабақ үшін сендерге рахмет. Сабақ аяқталды.